айта алмаймын ондай жынжыршылықта бір психушкада жатады ғой, білесіңдер ма? Сондай адам істейді жалпы. Ұрмай. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне осымен мына Монстр кафесінде болған өзбек жігіттің сот аяқталды. Осы ұлтаралық алауыздық бабымен қозғалған қылмыстық іс соттан өтті, және де адамдар тобының алдын ала сөз байласу арқылы жасалған бұзақылық бабымен де соттан өтті. Жалпы айтқанда 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ал анасына бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды 2 жыл. Енді оның жазаның ар жағындағы қандай несін өздеріңіз бағасын бересіздер. Бірақ та тиісті жазасын алды. Себебі маған осыған дейін бір емес бірнеше кісілер заң саласында жүрген. Себебі ол тяжкий последствия болған жоқ. 174 пен ұлтаралық алауыздықпен өту өте қиын, және де сот филологиялық сараптамасында теріс нәтиже берді. Бірақ енді соған қарамастан сотта бір емес бірнеше сұрақтарды қойып, тиісті өз дәлелімізді ұсынып, өз версиямызды ұсынып, 174 баппен кінәлі деп танылды.